Bir кезде Ja'far ibn Abu Talib. Bilemiz ya o kim o? Ja'far ibn Abu Talib. Sahaba. Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem'in tuğuskanı. Ja'far ibn Abu Talib. Elesi. Jaş yigit. Bir кезде Allah subhanahu Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem onu bir top adamlarмен неге жібереді? Эфиопияға hicretқа жібереді. Сол жерде 7 жыл болады. 7 жылдан кейін бүткіл сояқтағы сахабаларды ертіп жаңағы келген кезде, Мединаға келген кезде Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам Жафар ибн Абу Талибқа сыйлықтар беріп, сөйтіп қарсы ала ма? Қалай қарсы алады? Жоқ, сөйтіп қарсы алмайды. Айтады, Абу Жафар, сен Мута соғысына кет дейді. Келдің бе? Енді бар, Мута соғысына бар дейді. Мута деген үлкен бір соғыс болған. Битва при Мута дейді ғой жаңағы. Сол кезде Мута соғысында кімдермен шайқасады? Кімдермен шайқасады? Византиялықтармен шайқасады. Римдіктармен шайқасады. Сол Мута соғысында Жафар ибн Абу Талиб не істейді? Жалауды алып бір қолымен ұстайды. Бір қолын оң қолын шауып тастайды. Сол қолмен ұстайды. Сол қолын шауып тіспен ұстайды. Сол кезде өлтіреді. Көрдіңіз бе? Жас жігіт. Біз қазір бір үлкен бір істі бітіретін болсақ, мейлі үлкен демей ақ қойайық, кішкентай ғана бір істі бітіретін болсақ, біз нені іздейміз? Сыйлықты іздейміз. Жоқ, бізге сыйлық қажет емес. Алла субханала тағала сол сыйлықты береді, иншалла. Сол кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам не дейді? Уәлләзи нәфси биядихи. Пайғамбарымыз саллаллаху осы сөздерді жай ғана жай айтпайды, ант ішіп тұрып айтып жатыр. Менің жаным кімнің қолында, соны мен ант етемін дейді. Яғни Аллах тағаламен ант етемін дейді. Лақад раайту Жафар ибн Аби Талиб. Жафар ибн Абу Талибті мен көрдім дейді жәннатта. Жәннатта ұшып жүрген Жафар ибн Абу Талибті көрдім дейді. Bijanahihi. Екі қанаты бар екен. Аллах субханала тағала шабылған екі қолына сыйлыққа не берді дейді? Екі қанат берді дейді. Жәннатта ұшып. Ал енді біз жас шығамыз қай қыл жұмсап жатырмыз? Субханаллах.